Алдыңғы видеода біз шеңбердің бірінші және екінші қатарын тоқыған болсақ, енді үшінші қатарға көшеміз. Ауадан 3 ілмекті аламыз, накидпен столбик тоқимыз. Міне, екінші қатардың осындай аралықтарына тоқып шығамыз. Екеуін шығарамыз. Бұл бізде накидпен столбик. Дәл сол жерге тағы да біреуін тоқимыз. Бұл үшінші қатардың ерекшелігі, біреуін бос өзін тоқимыз, екіншісіне екеуін тоқимыз. Келесіге енді екеуін, екі столбик накидпен. Дәл сол жерге қараңыздар. Накидпен тағы бір столбик. Келесіге бір столбик. Осылай біздің шеңберіміз үлкейетін болады. Келесіне екеу. Қолымыз бір үйреніп кеткеннен кейін өте оңай. Екеуін тоқтық. Келесіге біреу. Дәл осылай жалғастыра береміз. Столбик накидпен. Келесіне екі столбик. Бір столбик. Келесіне екі столбик. Дәл сол жерден. Дәл осылай осы үшінші қатар біткенше жалғастыра береміз. Міне біздің үшінші қатарымыз аяқталуға жақын. Осы жерді енді міне екі аралықты біз қосамыз. Ол үшін мана бірінші ауадан алған 3 ілмектің үшіншісіне әкеліп, міне барлығын накидсіз тек өзін осылай шығарып аламыз. Міне бізде үшінші қатарымыз дайын. Енді төртінші қатар. Төртінші қатар үшінде біз тағы да ауадан 3 ілмекті аламыз. Төртінші қатар. Дәл осылай үшінші қатардың аралықтарына өткізетін боламыз. Төртінші қатарда біз 3 ілмекті накидпен аламыз. 3 ілмекті накидпен және төртінші ілмекті накидпен және сол жерге тағы бір екеуін қосамыз. Міне екіншісі. Тағы біреуін көрсетейін. 3 ілмекті накидпен осылай тоқимыз. Екіншісі. Және үшіншісі. Келесіне біз екеуін екі накидпен ілмек жасаймыз. Міне екеуін жасадық. Дәл осылай төртінші қатар біткенше тоқи береміз. Міне үшіншісі. Санап отырамыз, әр тоқығанымыз сайын. Осы төртіншісі. Төртіншіге біз
2 ілмек накетпен. Міне, осылай шеңберіміз үлкейетін болады. Келесі 2 үшіншісі және төртіншіге екеуін жасаймыз. Әр қатардың ерекшелігі осында. Келесі қатарға біз 5 ілмектен кейін екеуін жасаймыз, 5 ілмектен кейін екеуін жасаймыз. Одан кейінгі қатарда 6 ілмектен кейін екеуін жасаймыз. Одан кейінгі қатарда 7 ілмектен кейін екеуін жасаймыз. Дәл осылай біздің шеңберіміз, шеңбер айналған сайын ілмек саны арта береді. Осылай біздің шеңберіміз үлкейетін болады. Дәл осылай. Міне, бұл жерге біз екеуін ілмек жасаймыз накетпен. Келесі дәл осылай жалғастыра береміз. Төртінші қатар аяқталғанша. 3 ілмек, төртіншіге 2. 3 ілмек, төртіншіге 2. Міне, төртінші қатарымыз аяқталуға жақын. Үшінші қатар сияқты бірінші алған, ауадан алған 3 ілмектің үшіншісімен қосамыз. Міне. Барлығын бірге шығарып жібереміз. Міне, біздің төртінші қатарымыз дайын. Келесі 5-ші қатар. 5-ші қатарға да дәл сондай. Әдеттегідей 3 ілмек ауадан аламыз. Төртінші қатардың аралықтарынан ілмек жасаймыз накетпен. Столбик накетпен дегеніміз осы. Біз төртінші қатарда 3 ілмек накетпен одан кейін екеуін өткізген болатынбыз. Ал 5-ші қатарда 4 ілмек накетпен және 5-шіге екеуін қосамыз. Келесіне екінші, үшінші және төртінші. Келесіге, міне, 1, 2, 3, 4. Келесіге біз 2 ілмек накетпен. Екеуін бір жерге. Дәл осылай 5-ші қатарымыз аяқталғанша жалғастырамыз. Міне біздің 5-ші қатарымыз аяқталуға жақын. Соңғысын осылай біріктіреміз. Келесі қатарда өзіңіздің қанша үлкен көлемде шеңбер қажеттігіне қарай әр қатарда мына 5-ші қатарда 4 ілмектен кейін қостық біреуін, 4-ші қатарда 3 ілмектен кейін қостық, келесі 6-ші қатарда 5 ілмектен кейін міне қосатын боламыз.
келесі одан кейінгі қатарда жетілмектен кейін қоссаңыздар болады. Сөйтіп өзіңізге қанша көлемде үлкендік қажет, дәл солай жалғастырамыз. Достар, міне біздің шеңберіміз аяқталды. Мен осылай кішкентай сковородкалардың, табалардың астына қоюға жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте аз уақыт кетеді.